Амансыңдар ма? Кеше Нұрсұлтан имам деген уағызын көріп қалдым. Мен де уағыз тыңдаймын негізі. Біраз уағыздарды тыңдап, оны саралаймын. Бірақ енді мен мынандай уағыз тыңдап көрмеппін. Бұл айтады, бір соғыста дейді, енді қай соғыс екенін енді білмеймін. Бір сахабаның қылышы сынып кетіп, я Расулалла, менің қылышым сынып кетті деп пайғамбардың алдына жетіп келіпті дейді. Содан пайғамбар жерден бір шыбықты алыпты да қолына ұстатып жіберіпті. Содан ол қылышқа айналып кеткен екен. Жоқ, бұл жерде әңгіме қылышқа айналғанда емес. Бұл жерде сахабаның пайғамбарға жүгіріп баруында болып тұр да, қызық. Сонда соғыс қызып жатыр, соғыс болып жатыр, қылышы сынып кетті сөйдан. Содан пайғамбарға қарай жүгірген ба, қолбасшыға қарай, қылышым жоқ деп. Енді көз алдыңызға елестетіңізші, мысалы, Бөгенбай батыр қалмақтармен соғысып жатыр, қылышы сынып кетті. Аяқ асты енді болады ғой ондай жағдайлар. Енді қазақтың 5 қаруы сай әртүрлі қарулар бар ғой, дегенмен де қылыш керек болып тұр. Бірақ енді Абылай ханға шауып баратса, о, Ханеке, менің қылышым сынып кетті, маған қылыш тауып бер деп жүгіріп бара ма? Оны хан ордасына қарай шауып барып, қылышым жоқ менің деп. Жоқ, елестетіп қараңызшы, Бөгенбай батыр, немесе Қабанбай батыр, немесе қазақта батыр болып қой енді. О, Ханеке, менің қылышым сынып кетті, маған қылыш тауып бер деп бармайды ғой. Ол жерде өліп жатқандардың қылыштары көп қой, ала салмайды ма ол жерде? Неше түрлі енді соғыс болған соң өлгендердің қаруы көп қой ол жерде. Енді мына сахаба пайғамбарға жүгіріп барыпты ғой, пайғамбар, менің қылышым сынып қалды деп. Сылтау айтып келген ғой ол алдына. Сашка айтып па, соғысқысы келмеген. Жалпы оның айтқан сөзі бар, бірақ енді мен оны мына жерге салайын десем, TikTok негізі оны өшіріп тастайды. Себебі өшіретін себебі оның уағызынан емес. Бұны біреу монтаждап салған. Мен содан алып едім, содан тыңдап едім негізі. Егер мен оны салатын болсам, авторский права деп мені өшіріп тастайды негізі. Сосын былай тыңдатып көрейікші. Естіле ме, естілмей ме? Шайб ибн Хасанның қолындағы қылышы сынды дейді. Алла елшісіне дереу жүгіріп келіп, я Расулалла, қолындағы қылышым сынды деп айтты. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шыбықты алды да жерден соғыс деп айтты. Мәсәң керек болса. Я Расулалла, қатырасын, сен не мазақ қылып тұрсың ғой, тым үлкен жігітпіз ғой біз деген. Деп ана айтпағанда, қолына алғанда бисмилля деп ше. Қолына алды дейді. Қолына алған сәтте пайғамбарлық мұғжиза іске қосылды дейді. Әппақ қылышқа айналды дейді, жаңағы қолындағы шыбық. Қолы шабылып кетеді бір сахабаның ше. Анау я түсіп қалмай. Сол енді мұғжиза деп тұр ғой енді. Енді мұғжизаға да сене қойыңдар мейлі. Жаңағы жағдай мұғжиза болмай қалды ғой. Мұғжиза деген сол жерде оған сразу қолына ұстап кеткен нәрсе қылышқа айналып кете беру керек еді. Немесе көп қой енді басқа варианттар. Бұл қолбасшыға жүгіріп келген ұят болды да енді. Енді осындай уағыздарды тыңдап отыр адамдар. Соған сеніп отыр ғой енді. Сенбей отыр дейін десең, оны өтірік десең, сені жерден алып жерге салады. Ой, Нұрсұлтан имамымызға тіл тигізбе деп. Ол бәрін дұрыс айтады деп. Кәдімгі. Енді осындай ұрпақтан не күтеміз енді. Сонда енді бұл жерде сыни ойлау жоқ па мысалы. Енді біреу айтпай ма, қалай ғайсы болып тұр ғой деп. Бұл Нұрсұлтан имамның айтып тұрған
уағызы негізі. Бұл балаларға арналған негізі. Жастарға. Жастар болғанда кәдімгі 5 класстан төмен қарай. Балалар деп тұрмын. Үлкендерге арналмаған енді. Үлкендерге де арналып осындай қиссалар бар ғой бізде. Неше түрлі дастандар бар, мысалы біздің Алпамыс батырлар сияқты неше түрліні қырып тастаған. Қабар батыр, Қобыланды батыр жырларында да физиканың заңына бағынбайтын, яғни біздің батырларымыз бар. Бұлардың да бәрін мұғжиза деп қарайтын болсақ, бәрі де Алланың құдіретімен бола береді. Бірақ бұларға сенбейді да, бұларды ертегі деп айтады. Аналар шын деп айтады. Осынысына кейде күйіп кетесің да. Және осындай ертегілер тыңдап отырады дағы. Соған ұйып отыратынына мен қынжыласың енді. Жаңа айттым ғой, жалпы ертегілер үлкен адамдарға да арналады да. Бәріміз де тыңдаймыз. Өйткені адамға бір шабыт береді, сондай бір нәрселер ғой енді. Бірақ біз оған сенбейміз ғой. Оның ертегі екенін білеміз. Бірақ осыны рас деп, шын деп қабылдауында болып тұр. Және мына діни философиядағы осындай мұғжизаларды, бұл Алланың мұғжизасы, арабтардың әсіресе ертегілеріндегі. Бұның бәрі рас дейді. Енді көп қой, қайсыны айтайын, есіме түспей тұрғаны. Жаңа қанатты пырақпен аспанға ұшуы бар, енді ол бірінші мұғжиза ғой бұл. Яғни номері бірінші. Жаңа балықтың ішінде бірнеше өмір сүретіні бар, тағы қандай береді. Осы миллион жетеді ғой. Бұның бәрін рас деп сенеді. Қазақтың ертегілерімен былай қарасаң бірдей екеуі. Мысалы, тау көтерген толағай бар, ол халықты құтқарған жаңағы сусыздық кезінде тауды алып келіп, елді мекеннің қасына орнатып қояды, өзі астында қалып қояды. Бұл да батыр. Ол Толағай тауы дейтін тау бар бізде. Болған шығар мүмкін сондай көтеретін, Алланың құдіретімен көтерген шығар мүмкін. Осыған да сенейік мысалы. Неге сенбеске? Енді ана жаққа сеніп тұрмыз ғой біз. Неге қазақтың ертегілеріне сенбеске, егер ертегіге сенетін болсақ? Ол Толағай шынымен де көтеріп алып келген шығар, Алланың құдіретімен көтеруі мүмкін ғой. Любой нәрсе мүмкін, Алланың құдіретімен кез келген нәрсе мүмкін. Бірақ енді астында қалып қойғаны өкінішті, Алланың құдіретімен астында қалмауы да мүмкін еді негізі. Бірақ енді аянышты қылып көрсету үшін сондай болады ғой әрине. Бұл да бір пайғамбар мысалы, Толағай. Өйткені сонша бір ауылды құтқарып қалды ғой сусыздықтан. Бірақ оны айтсаң, қой, ол тауды көтеру мүмкін емес дейді. Ол ешкім көтере алмайды ғой тауды дейді. Бірақ ана теңізді қақ жарса, ол мүмкін екен да ол. Ол мүмкін да ол теңізді қақ жару. Бірақ тауды қазақтар көтере алмайды. Еврейдің пайғамбарлары, арабтың пайғамбарлары теңізді қақ жара алады екен. Ол тауды да көтеріп тастайды ғой. Теңізді қақ жарған адам, ол тауды да көтере алады ол. Бірақ біздің тауды көтерген Толағай, ол өтірік болып қалады екен. Қалай ол? Мұса пайғамбар теңізді жарып өтсе, таяғын сілтей жіберіп теңізді айырып жіберсе, оған біз сенеміз. Өйткені ол Алланың мұғжизасы. Толағай батыр тауды көтеріп келсе, жоқ, ол көтере алмайды ол. Өйткені ол қазақ қой, ол көтере алмайды ол. Қазақтар көтере алмайды ол. Солай болып тұр ғой айналғанда. Аман болайық, сау болайық. Ертегілерге сене бермейік көп. Ертегілердің де бәрін саралап, санаға салып қарайық дегенім ғой. Жастарға айтамын ғой енді көбіне. Үлкен адамдар енді. Үлкен адамдар да бар соған сенетін дегенмен. Бірақ енді көбіне жастарға керек қой.